шынайы атауы басқаша әлемдегі топ 10 ел. 10-шы орында Қытай. Сенесіз бе, олар өздерін Қытайда, Чайнада демейді. Өз елдерін олар Чунго деп атайды. Бұл орта мемлекет дегенді білдіреді. 9-шы орын Германия. Әлемнің әр елінде оларды әртүрлі атайды. Біздерде Германия, славан тілдерінде Немеччина, ал Испанияда Алемания. Ал немістер елдерін Deutschland, яғни неміс жері деп атайды. 8-ші орын Үндістан. Біздерде де, ағылшындар да оларды Индия деп атаймыз. Ал үнді тілдерінің көбінде ел Бахарат деп аталады. Бұл ежелгі императордың есімінен шыққан. 7-ші орын Египет. Біздерде, ағылшындар да оларды Египет деп атаймыз. Ал өздері елін Месір немесе Масыр деп атайды. Бұл қоныстанған жер деген мағынаны білдіреді. 6-шы орын Албания мемлекеті. Күтпеген жерден олар өз елдерін Албания деп атамайды. Албанша атауы Шкиперия. Бұл бүркіттер елі деген мағынаны білдіреді. 5-ші орында Грекия. Олар өз елдерін Эллада немесе Эллис деп өте ерекше есіммен атайды. Бұл атау елдің ежелгі бір аймағының атынан тараған. 4-ші орын Финляндия. Финдер өз елін Суоми деп атайды. Бір дерек бойынша бұл батпақтар елі дегенді білдіреді. Ал басқа дерек көне халық саамдардың атымен байланыстырады. 3-ші орын Армения. Армениялықтар да өз елін Армения деп атамайды. Олар оны Хайастан дейді. Атаудың шығу төркіні халықтың арғы бабасы болып саналатын Хай есімімен байланысты. Ол Нұх пайғамбардың немересі болған. 2-ші орын Грузия. Ағылшынша Джорджия, бізше Грузия. Ал өздері елін Сакартвело деп атайды, яғни Картвел халқының елі. Айтпақшы, менің есімім Нұрмұхан. Әлемнің қызықты деректерін білу үшін маған жазылуды ұмытпаңыз. 1-ші орын. Бұл ел бәрін шатастырады. Өйткені олар өздерін Словенскі деп атайды. Бірақ бұл сіз ойлап тұрған Словения мемлекеті емес, бұл ел Словакия.